Соғымыңыз шүйгін болсын. Осы мезгілде ел соғымын сойып алды шеке беріп жатыр. Дәстүрден жаңылмаған қазақтың дастарханы қазы қарта, жал жаясымен бай. Ал енді осы соғымды неге дәл осы мезгілде сояды? Жылқы етінің қасиеті қандай? Тілшіміз сөз алады. Қазақ соғымға жылқы сояды, қолы жеткені ту бие, байтал одан қалды жабағыны құп көреді. Әрине, әркім көрпесіне қарай көсіледі десек те, мал танитын ел тай мен еркек малды қолда бордақламаса алдайды деп қашқақтайды. Бастысы қазы шығу керек. Ең біріншіден ол құнарлығы жағынан өте бай ет болып табылады, және де оның құрамында көп мөлшерде белок болғандықтан, яғни 19%-дай белок болады, және де аз мөлшерде, яғни майдың үлесі тек 3%. Сондықтан ол диеталық және гипоаллергендік ет түріне жатады, және де оның құрамында көптеген витаминдер, минералдар кездеседі. Көп мөлшерде темір кездеседі, натрий, калий, фосфор. Бұл организмде көптеген метаболизмдерге қатысып өзінің әсерін береді, жақсы әсерін береді. Жөн білген қазақ соғымды дәл қай күннен бастап союды да біледі. Бір күн әрі, бір күн бері емес. Дәл желтоқсанның 13-і. Өйткені наурыздың 13-інде құмалақ батса, қар кетеді дейтін қазақтың есепшілері жыл басын наурыздың 13-інен қайырса, қыстың басы желтоқсанның 13-і. Осы мезгілде уақ мал мен арық тұрақ қолға қараса, азығын жыл 12 ай даладан табатын жылқы жарықтық өрсін зартады. Тағы бір дәлдік дәл осы мезгілде жылқыға қазы бітеді, яғни майы қабырғасына жиналған уақыт. Жылқыны сол желтоқсанның 13-нен бастап сою керек. Оған дейін болмайды. Жылқы қар басу керек. Қар басқаннан кейін оның жаңа күлді майы, несі, құнарлығы жаңа қабырғасына жиналады, жал жая, соның бәрі майлы болып, керемет болып, дәмді болатын сол. Ал енді ертерек сойсаңыз, сіз онда қазыңыз бәріңіз жөнді болмайды. Сондықтан атам бабаларымыз сол қар бір-екі жауғаннан кейін солай содан барып сойған. Қазақ жылқыны жиын той, өлім жітім болмаса жазда соймайды. Жазда қой ешкіні талғажау етсе, күздікке қазы шығар серке, болмаса қазіргі жұрт сиыр сояды. Сойылған малдың етін қыстың өзінде ыстығын шығарып, біраз уақыт бос шайып тастайды. Өйткені энергиясы жойқын. Суықтың өзінде бусанып жатады. Аяз болмаса қата қоюда екі талай. Сол себепті соғымды алғашқы аяз қырбастың қызыл шынағын өткізіп барып сойған. Осы жылқының майының қатпайтын қасиеті бар. Сондықтан оны ұзақ жолға жүрген кезде өзімен бірге алып қолдана беруге болады. Соғым етін мұздатқышта, яғни -20 градустан төмен температурада сақтау керек. Себебі егер де одан жоғары температурада сақтасаңыз, оның құрамындағы витаминдер, минералдар бұзылып, ол жаңағы өзінің жақсы қасиеттерін жоғалтады. Соғым сою қазаққа ғана тән. Жер жүзінде қазақтан өзге халықта мұндай дәстүр жоқ. Мал сойған ел оны жазда ыстайды, тұздайды, ал қыстан жазға қалатын жылқы еті сүрленеді. Оған мұздатқыштың да қажет жоқ. Мұздатқыш сарышнақ, ақшынақ аяздар. Маманың айтуынша сүр етте барлық витаминдер сақталады. Ал мал танитын адам жылқы етінің қуатын соғымға лайық екенін қазысына қарап біледі. Екеледен жоғары шықса риза, одан асса тамсанады. Сере шығарып соятындар да бар. Ал шынашақ қана шығып жатса, бұйырғаны деп қанағат қылады. Сол себепті соғым басына келген жұрт бұйыртып жегісін деген. Назерке Тоғжан, Арман Амен, Ержан Рахманбердиев, Хабар 24.